Дастарханда мен қайненеме жаңа машинаға 3 миллион теңге бермедім. Жауабында күйеуім маған тәрелке лақтырды. Бұл оқиға бірнеше жыл бұрын Алматының қарбалас тіршілігіне әбден үйреніп, өзімді аяққа нық тұрған мамаммын деп санай бастаған кезімде болған еді. Менің атым Айгүл. Сол кезде жасым 28-де болатын. Арман екеуміздің үйленгенімізге 3 жылдан асқан. Ол да жақсы жерде қызмет ететін, екеумізде табысты едік. Ортақ мақсатымыз қаланың қақ ортасынан тауға жақын жерден 3 бөлмелі пәтер алу болатын. Сол үшін менің атымдағы депозиттік шотқа ай сайын жалақымның қомақты бөлігін салып отыратынмын. Бұл менің жеке жинағым, менің еңбегімнің жемісі еді. Арман да өз тарапынан ақша жинап жатқанын айтатын. Біз болашаққа үлкен үмітпен қарайтынбыз. Сол күні сенбі болатын. Жұмыстан кейінгі демалыстың рахатын сезініп, үйде сүйікті кітабымды оқып отырғанмын. Еш қайда барғым келмеген, тек тыныштық. Кешкі сағат 5-тер шамасында Арман қоңырау шалды. Даусы көтеріңкі, ерекше көңілді естілді. «Жаным, қалың қалай?» деді ол шаттана. «Шүкір Арман, өзің қайдасың?» «Мен бе? Мен анамның үйіне келе жатырмын. Бүгін кешке бізде кішігірім дастархан болады. Анам бәріміздің басымызды қосқысы келіпті. Сен де дайындала бер, жарты сағатта барып алып кетемін», деді ол, менің пікірімді сұрауды қажет деп таппастан. Тағы да сол, деп ойладым ішімнен. Осы кішігірім дастархан дегеннен ақ бір шікілік барын сезетін болғанмын. Енем Гүлнар апа ешқашан жайдан жай жиын жасамайтын. Әрбір осындай отырыстың астарында бір маңызды мәселе жататын. Бірақ күйеуімнің көңілін қалдырғым келмей, үнсіз келістім. Тездетіп жиналып Арманды күте бастадым. Ол уәдесінде тұрып, жарты сағаттан кейін келді. Көлікте келе жатқанда да көңіл күйі тамаша болды. Маған үнемі комплимент айтып, қолымнан ұстап, бәрі керемет болатынын қайталай берді. Оның бұл қылығы мені одан сайын сақтандыра түсті. Біз қаланың шетіндегі кеңес заманынан қалған 5 қабатты үйлердің біріне тоқтадық. Енем осында тұратын. Пәтерге кіргенімізде мұрнымызға ыстық бауырсақ пен еттің иісі келді. Дастархан жаюлы, үстел үсті тағамға толы екен. Енем бізді есік алдынан күтіп алды. Құшағын жайып, менімен амандасқанда жүзінен жасандылық байғалып тұрды. «Кел, айналайын Айгүлжан, сағынып қалдым ғой өзімді», деді ол. Үйде Арманның әпкесі Әлия мен оның күйеуі бар екен. Бәріміз үстелге жайғастық. Алғашқы жарты сағат әңгіме дүкенмен жай барақат өтті. Кәдімгі отбасылық кешкі ас сияқты. Мен сәл босаңсып, ішімдегі күдігім сейіле бастағандай болды. Гүлнар апа менің жұмыстағы жетістіктерімді сұрап, мақтай бастады. «Айгүлім-ау, сенің тапқаның берекелі болсын, жарайсын. Әйел адамның өз ақшасы болғаны дұрыс қой», деді ол жымия қарап. Осы мақтаудан кейін сәл үнсіздік орнады да, ол негізгі мәселеге көшті. «Айтпақшы балам, саған бір өтінішім бар еді», деп бастады ол сөзін. Көрші келіншек жаңа көлік алыпты. Менің мына ескі көлігіммен жүруге ұялатын болдым. Бір жақсы көлік көзіме түсіп еді. Бағасы да онша қымбат емес. Маған бар болғаны 3 миллион теңге жетпей тұр. Сенде ақша бар ғой, көмектесе салсаң қайтеді. Мен қасығымды ұстаған күйі қатып қалдым. 3 миллион теңге. Бұл ойыншық ақша емес. Бұл менің 2 жыл бойы ұйқымды 4 бөліп, тынымсыз еңбектеніп жинаған ақшамның жартысына жуығы. Менің болашақ үйіме арналған жинағым. Сол сәтте бөлме іші тым-тырыс бола қалды. Тек қабырғадағы сағаттың тықылы ғана естіледі. Мен барлығының жүзіне кезек-кезек қарадым. Арман көзін төмен салып, тамағын жеп отырған сынай танытты. Әпкесі Әлия да күйеуімен бірге үнсіз. Бәрі біледі екен ғой. Бұл алдын ала жоспарланған спектакль. Мені ортаға алып, тосыннан сұрап, келісуге мәжбүрлемекші. Менің тамағыма бірдеңе кептеліп қалғандай болды. Не дерімді білмей абыржып қалдым. «Гүлнар апа, бұл өте үлкен сома ғой», дедім мен әрең дегенде. Менде ондай қолма-қол ақша жоқ. Енемнің жүзіндегі жылылық лезде жоғалды.
Оның орнына салқын есеп пайда болды. Айгүл-ау, банкидегі шотында жатқан ақшаңды білмейді деймсің. Арман айтқан бәрін. Пәтер аламыз деп жинап жатырсыңдар ғой, бірақ пәтер қашпайды. Ал менің құрбыларымның алдындағы абыройым ше, деді ол даусын сәл көтеріп. Мен Арманға жалт қарадым. Ол әлі де көзіме тіке қарауға батылы жетпей отыр. Сонымен ол айтқан, менің жеке шотымдағы әрбір тиынды санап, енесіне жеткізіп отырған. Менің сенімім, менің құпиям аяқ асты болған екен ғой. Өткендегі бір оқиға есіме түсті. Шамамен 1 жыл бұрын Гүлнар апа тісімді салдыруым керек деп 200 000 теңге сұраған болатын. Мен еш ойланбастан бергенмін. Артынан ол ақшаға тіс салдырмай, жаңа тон сатып алғанын естідім. Қайтарамын деген ақша сол күйі ұмытылды. Мен ол кезде мән бермеппін. Сөйтсем, бұл олардың мені тексеру екен ғой. Менің ақшама қаншалықты иелік ете алатындарын байқап көрген. Мен терең тыныс алып, өзімді сабырға шақырдым. Гүлнар апа, көлігіміз әлі жап-жақсы ғой. Ал 3 миллион теңге деген біз үшін үлкен ақша. Оны қазір бере алмаймын, кешіріңіз дедім. Мен мүмкіндігінше сыпайы сөйлеуге тырысып. Ол ақшаның өз жөні бар. Сол кезде Арман шыдай алмады. Ол қолындағы шанышқысын тарелкеге тарс еткізіп қойды да, маған қатал қарады. Айгүл, не болып кетті саған? Бұл менің анам ғой, сыйластық қайда? Анамызды бір қуантуға шаман келмей ме? Деді ол ашулы үнмен. Арман, мәселе сыйластықта емес, мәселе ақшада. Бұл біздің ортақ болашағымызға жиналып жатқан ақша емес пе? Дедім мен оған жауап ретінде. Біздің емес, сенің ақшаң шығар. Сен үнемі солай есептейсің ғой, деп айқайлап жіберді ол. Оның бұл сөзі жүрегіме пышақ болып қадалды. Мен ешқашан ақшаны менікі сенікі деп бөлген емеспін. Керісінше, ортақ игілік үшін тырысып жүрген мен емес педім. Енем отқа май құя түсті. Қой балам, тиме оған. Көрмеймісің, келінінің бізден гөрі ақшасы қымбат. Бізді адам құрлы көрмейді ғой. Бір тиын үшін туған енесін ренжітуге дайын, деді ол, көзіне жас алып, мүләйімсіген кейіп танытып. Ол нағыз театр еді. Мен осы сәтте бәрін түсіндім. Мені бұл отбасы толыққанды мүше ретінде емес, тек қаржылық ресурс ретінде қабылдайды екен. Менің табысым, олардың қажеттіліктерін өтеуге арналған қор. Менің сезімдерім, менің армандарым ешкімге қызық емес. Ішімде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Мен енді бұрынға Айгүл емес едім. Олардың ойынына көніп, жылап сықтап келісім беретін әлсіз келіншек болмайтынымды шештім. Арман, мен бұл тақырыпты жапқым келеді. Мен ақша бермеймін. Бұл менің соңғы сөзім, дедім мен нық әрі анық. Менің бұлайша тікесінен кесіп айтқанымды ешкім күтпесе керек. Арманның беті қызарып, көздері ашуға толды. Ол менің бұл қылығымды көпшіліктің алдында өзін масқаралау деп қабылдады. Сен не дедің? Деді ол тістеніп. Сол сәттегі атмосфераны сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. Уақыт тоқтап қалғандай. Мен оның көзінен от шашқан ашуды көрдім. Бұл мен бұрын соңды көрмеген бөтен арман еді. Мен ақша бермеймін дедім, деп қайталадым мен, даусым дірілдемеуге тырысып. Бұл менің ақшам, Арман. Мен оны жылдар бойы маңдай теріммен жинадым. Осы менің ақшам деген сөз ашулы арыстанның құйрығын басқанмен тең болды. Арманның жүзі бір сәтте бұзылып кетті. Ол маған емес, алдында тұрған үстелге қарады. Көздері жау іздегендей жайнап, қолы жұдырыққа түйілді. Ол оң қолымен өзінің алдындағы бауырсақ салынған кішкентай ақ фарфор тәрелкені алды. Мен оның не істемек болғанын түсінгенше бәрі болып кетті. Ол бар күшімен тәрелкені маған қарай лақтырып жіберді. Мен қорқып үлгермедім, тек таң қалдым. Уақыт баяулап кеткендей. Ақ тәрелкенің ауада айналып келе жатқаны, оның үстіндегі бауырсақтың шашырағаны бәрі көз алдында анық көрінді. Тәрелке менің иығыма сәл тиіп өтіп, артымдағы қабырғаға соғылып шытынай сынды. Шағылған шыны сынықтары жан-жаққа ұшты. Бір кішкентай сынығы бетіме тиіп, жерге түсті. Бөлмеде өлі тыныштық орнады. Тек жерге сыңғырлап түскен шыны сынықтарының дыбысы естілді. Әлияның ах деген даусы шықты.
Мен жыламадым, айқайламадым. Тек отырған орнымда мелшіп қатып қалдым. Қолыммен бетімді сипадым. Қан жоқ. Тек тәрелкенің суық сынығымен жан дүниемді өртеген қорлық сезімі ғана бар еді. Ауада тамақтың иісімен араласқан шаңның иісі сезілді. Мен Арманға қарадым. Оның бетінде ашумен қатар өз ісінен өзі шошып кеткен адамның түрі бар еді. Содан кейін енем Гүлнар апаға қарадым. Оның көзінде ешқандай таңданыс немесе шошу белгісі жоқ еді. Тек суық, жеңіске жеткен адамның қаһары ғана байқалды. Сол кезде мен бәрін түсіндім. Ол осыны қалаған. Ол менің осылайша сынғанымды, қорланғанымды қалаған. Бұл көзқарас бәрін айтып тұрды. Мен ақырын орнымнан тұрдым. Орындығымның еденге сырылған дыбысы сол тыныштықта зеңбіректің атылғанындай қатты естілді. Бір ауыз сөз айтпастан сөмкемді алдым да есікке қарай беттедім. Айгүл, тоқташы. Мен ашумен, Кешірші мен деп, Арман бірдеңелерді күбірлей бастады. Оның дауысы енді қорқынышқа толы еді. Бірақ енем оны тоқтатты. Тиме оған, өзі кінәлі, тілінен татты. Кете берсін, қайда баратты дейсін, қайтып айналып келет, деді ол менің соңымнан айғайлап. Сол кезде күтпеген жерден осы уақытқа дейін үндемей отырған Әлия, Арманның әпкесі, орнынан атып тұрды. Мама, қойыңызшы, бұл енді тым артық кетті. Сіз не істеп отырсыз? Деді ол анасына ашуланып. Сосын маған бұрылып, көздерінде аяушылық сезіммен қарады. Айгүл, кешірші бізді. Оның осы бір ауыз сөзі мен үшін күтпеген жағдай болды. Мен оған басымды изеп, есіктен шығып кеттім. Сыртта Арманның «Айгүл!» деп айғайлаған даусы естілді. Бірақ мен артыма қарамадым. Такси шақырып, үйге қайттым. Алматының түнгі оттары көз жасыма араласып бұлдырап көрінді. Мен сынған тәрелке үшін емес, сынған неке, жоғалған сенім үшін жылап келе жаттым. Сол түні телефоныма хабарлама келді. Әлиядан екен. Онда былай деп жазылған. Айгүл, саған айтуым керек. Арман соңғы 6 айда анама үлкен сомада ақша беріп жүрді. Ол біздің ортақ жинағымыз деп жүрген шотты түгел босатып тастаған. Көлікке ақша сұрағаны, сенің жеке шотыңа қол салудың амалы болған. Кешір мені. Осы хабарламадан кейін бәрі өз орнына келді. Сатқындық мен ойлағаннан да тереңде жатыр екен. Келесі күндері мен үшін тұман ішінде өткендей болды. Мен заттарымды жинап, құрбымның үйіне көшіп кеттім. Арманның нөмірін бұғаттадым. Оның үздіксіз қоңыраулары мен хабарламаларына жауап бермедім. Бір аптадан кейін ажырасуға арыз бердім. Ашу мен ызаның орнын бірте-бірте бір салқын сабырлық басты. Сол тәрелке мені сындырған жоқ. Керісінше, ол мені оятты. Мен өзімнің кім екенімді, неге лайық екенімді түсіндім. Мен серіктес емес, тек пайдаланылатын ресурс болғанымды ұқтым. Бір күні таңертең қаладағы кішкентай кофеханада жалғыз отырып, терезеден Алатаудың шыңдарына қарадым. Тау самалы бетімді сипағанда, өмірімнің жаңа парағы ашылғандай сезімде болдым. Енем сұраған 3 миллион теңге. Ол ақша менің шотымда сол қалпында жатты. Енді ол біздің емес, тек менің болашағымның іргетасы еді. Ол ақша енді менің бостандығымның, тәуелсіздігімнің символына айналды. Мен оларды кешіруім керек пе деп ойланбадым. Олардың өмірімнен кеткені мен үшін ең үлкен сыйлық болды. Менің алдымда енді өзімнің ғана жолым, өзімнің ғана армандарым тұрды. Ал бұл ең бастысы еді.